Қоңыр күз мезгілі еді. Ағаштың жапырақтары түсіп, тек жабайы алма ағашының басында жалғыз алма қалыпты. Осы кезде орман аралап жүрген қоян алманы байқап қалады. Оны қалай алуға болады? Алма өте биікте, сен кіріп жете алмайсың. Шырша бұтағында отырған қарға қоян қылығына сырттай күліп отырды. Қарға, маған алманы үзіп берші. Қарға ағаш басына ұшып барып алманы үзіп алады. Бірақ алманы тұмсығымен қармап ұстай алмай жерге түсіріп алады. Рахмет саған қарға, деді де қоян алманы жерден көтермек болды. Ал жерге түскен алма жаны бардай дыбыс шығарып қозғалып жүгіре жөнелді. бұл қалай? Қорқып кеткен қоян ағаш алмасының түбінде ұйықтап жатқан кірпінің тікеніне құлағанын түсініп, Кірпі, тоқта! деп айғайлады. Менің алмамды қайда алып бара жатырсың? Бұл менің алмам. Ол төбеден құлады, ал мен болсам оны ұстап алдым. Қоян да қояр емес. Алмамды қайтар, алманы тауып алған мен. Таласып жатқан қоян мен кірпіге қарға қосылады. Босқа таласасыңдар. Алма менікі. Алманы мен өзім үшін үзіп алғанмын. Олар бір-бірімен түсін салмай, алманы әрі тартып, бері тартып, орман айғайдан ушу болып кетеді. Сол кезде Қорбаңбай аю келіп қалады. Аю сәл ойланып сұрады. Алманы кім тапты? Мен. Деді қоян. Ал алманы кім үзіп алды? Мен. Жақсы. Ал алманы кім ұстап алды? Мен. Деді кірпі. Мінеки, бәрін де дұрыс айтасыңдар. Алманы алу үшін бәрін еңбектендіңдер. Алма бәріңдікі. Мұнда бір алма ғой. Мұнда бір алма ғой. Мұнда бір алма ғой. Бұл алманы теңдей бөліп алыңдар. Әрқайсы бір-бір бөліктен алыңдар. Бағанадан бері біз бостан-босқа таласқан екенбіз ғой. Кірпі алманы 4 бөлікке бөледі. Қоянға бір бөлігін беріп, Бұл саған қоян. Сен алманы бірінші көрдің. екінші бөлігін қарғаға беріп, Бұл саған қарға. Сен алманы үзіп алдың. үшінші бөлігін кірпі аузына салып, Бұл маған. Өйткені мен алманы ұстап алдым. кірпі аюға 4-ші бөлігін беріп, Бұл саған, аю. Маған? Не үшін? деп таңқалды аю. Сен бізге ақыл айтып, татуластырдың. Деді ол риза кейіппен. Әрқайсы өзіне берілген алманың бөлігін жеп риза болды. Өйткені аю ешкімді ренжітпей дұрыс әділ шешім шығарған еді. Береке басы бірлікте деген осыдан қалған көрінеді.